Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз 3 бананнан сүт қосылмайтын және құмшекер қосылмай жасалатын өте дәмді булочкилер дайындаймыз. 3 бананды осылай қабығынан ашып саламыз. Біздің банандарыңыз егер үлкен болса, онда 2 банан жеткілікті болады. Банандардың граммы 270 грамм болуы қажет. Бананды осылай жақсылап вилкамен езіп аламыз. Одан кейін бір жұмыртқа салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін дрожжымызды қосып, оны да жақсылап араластырамыз. Одан кейін сары майды ерітіп, оны да осы массаға қосып жақсылап араластырамыз. Осылай мен мейіз қостым. Өздеріңіз қалаған сухофруктыларыңызды қоссаңыздар болады. Одан кейін ұнымызды қосып, бір келкі болғанша, артық ұн қалмағанша жақсылап илейміз. Осындай қамыр шықты. Енді бұл қамырды біз 9 бөлікке бөлеміз. Тоғыз бөлікке бөліп, жақсылап домалақтап формасына келтіреміз. Дегені пергамент төселген противенге салып, бетін жауып, жақсылап көтерілгенше 1 сағат, 1,5 сағат қойып қоямыз. Әдемі болып, пышный болып көтерілгені өте маңызды. Одан кейін оны 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Нәтижесінде осындай сүт қосылмай, құмшекер қосылмайтын өте дәмді булочкалар шығады. Жасап көрулеріңізге сіздерге кеңес беремін. Сіздермен бірге болған Таңшолпан. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, подписация басып қойды ұмытпаңыз. Баршаңызға алғысым шексіз. Сау болыңыздар.